Мен бала шағаға сосиски в тесте пісірейін деп жатырмын. Сосискамды тура дайындап алдым. И нанымды дайындап қазір қыздарға сосиски в тесте пісіріп бермесем. Күн суықта выпечканы көп жасаймыз біз. Почти күнінде. Мен көмекшілерім келді өйстіп. Көмектесіп жатыр, иә. Сол жерге тізе қойыңдар. Теспей қойыңдар қазір. Осы көмекшілерім көмектесіп жатыр. Қазір осының бәрін жасап тастайық, иә? Қайырлы таң, қалдарыңыз қалай? Қыздар жаңа тұрып, шай тамақ ішейін деп жатыр. Кеше мен осылай түнде сосиски в тесте пісіргенмін, соның жартысын жеді, жартысын қазір жеп сабаққа шығайын деп жатыр. Сосын папасы кеше медовый торт алып келіпті. Сол торттан қазір шай ішіп, сол тортпен сабаққа кетеді. Екі қызға шай құйып берейін. Ақшылдырып шай құйып берейін, қант қосып. Сосын шайларын ішіп, қазір олар бет қолдарын жуып, пижамаларын ауыстырып жатыр. Сосын шығамыз. Gel otur. Otur. Ас болсын балапаным. Қант қосып қойдым мен уже. Как все объективно устроено? Қостасын туатты. Сабағын қойса, қостасын. Давайте шайларды ішіп алыңдар, шайға қойдым. Сосиски в тестені жеп алыңдар, торттарын жеп алыңдар. Сабаққа шығамыз, сөздер ме? Екі қыз түнімен ұйықтамай қойды, күліп, тырық күліп. Неге ұйықтамадыңдар, күліп десем, айт десем, соны екеуі сен айт, сен айтпай отыр. Айтыңдар ал. Неге ұйықтамадыңдар? Қазір аяғымды басып, басты бұсырды күлді ғой. Болды ма? Соған күлдіңдер ме? Түнде ұйықтамай? Ұйықтамай қойды екеуі. Жатыңдар. Қыдықтадыңдар ма бір-бірінде? Ай. Ұйықтамайды ғой түнде. Жатыңдар, тұрмайсың. Өзі тияп күлдік қой. Аузындағы жеп ал, сосын айта қойшы, дейме? Бұзық болдыңдар кеше. Сою керек сол үшін сендерді. Соймай қоймай. Тамақтан ішіп алыңдар ас болсын. Мам, еще сәпкелеп қылықталық. Бұзақ қысыңдар еткен. Ұздақ сәпкелеп қылдық қой. Жарайды. Мен қыздарды сабаққа апарып тастап, жоқ қойыңыз жүрді. Біресе дала ыстық тұр, біресе суық жел соғып тұр, тоң қылдым ғой. Қыздарды сабаққа апарып тастадым, бөпемді ұйықтаттым да тамағымды ішіп алайын деп тұрмын. Қазір үй жұмыстары бар, үйдің тірлігі бар. Сосын кішкене отырып күнделік жазбасам, күнделік жазбағалы біраз болыпты. Уақытым болмай жүр күнделік жазуға. Мен бопанайым ұйықтап жатыр. Дочаларды тосып тұрмын қазір. Папасы алып кету керек еді сабақтан. Алып кетті, точнее. Біз келе жатырдан тосып отырмын. Біресе жаңбыр, біресе тоқтап, дала погода білмей тұр өзіне олардың. Дочалар қазір келу керек. Мен дочаны айларым кеп, папасы кеп тоқтап отыр. Дочалар үйге жүгірер ме екен қазір?
папасы негізі 3 күн бойы папасы алып кетіп берді, оған жұмысы шығып қайтадан жұмысқа шақыртып алып сөйтіп бара алмай жүрген. Кеше жылағантын, Фатиха жылаған, кеше папа бізді неге тосамайды, неге алып кетпейді деп жүрген. Жақсы болды, тоқтап жатыр. Ай, папасы алып кетті. Екеуі машинадан түсіп бірдемені ұнатпай тұр. Футболкамен жүр, ой, дала салқын еді ғой. Жаным, торғайлар кішкентай. Сенім ау. Томпан етіп кетіп жатқан түрлерінен. Сенім. Қыздарым келді үйге. Кеше анау игровой аппарат бар ғой, содан ұтып алған еді. Соны кеше екеуі таласып машинаға тастап кетеміз, соны алып келіпті. Кәусар, тоқта енді. Сурет көрсетіп жатыр. Осыны боядыңдар ма? Молодец. Фати, сіздің неге настроение жоқ. Бүгін дене шынықтыру болады деп екеуін спортивке кигізіп жүрсем, дене шынықтыру болмай қалған ғой. Болған, бірақ бұларда енді 0-ойыншығысы класста болады ғой. Класста сурет салғызған ба? Жарайды, қарамай енді. Ұрыс баршы. Сурет салғызған ба бірдеме істеп, сурет боятқан ба, соның орнына. Соған ренжіп, Фатиха жылап келді. Сен мені алдадың дейді, маған айтады. Сөнім, маған қостейін мені. Бізде кешкі прогулка отыр. Істеп атсың, Кәусар? Кәусар папасының алдына отырапты. Талау жазғар ол кетті. Жылы киініп шығып. Катокқа шыққанбыз ойнауға, прогулкаға. Точа анау өзі темір құлайын деп тұр ғой деймін, Фатиха. Істемей қойшы, анау құлайын деп тұр ғой деймін, ана темір. Істемей қойшы. Біз әлі далада жүрміз. Үйге кірген жоқпыз әлі. Екі қыздың үйге кіргісі жоқ. Жарайды деп жүрдім. Айда қарасаңыз, кеше айдың тұтылуы болады деген ғой, ай деген. Тұр ма? Үйдечалар ойнап жүр іште. Стоп! Қыздар кеше мектепте боя киген суреттерін қиып жасап отыр өздері бірдеме. Кәусар, столдың үстіне қишы, жерге шешесің кесе, ертуған жоқ қоятсыз. Маған столды беріңдерші, мен күнделігім жасып таңдесем бермей жатыр. Сонымен үшеуміз столға таласып қалдық. Сонымен жарайды дедім. Сендер жасап алыңдар, сонда мектепте болғанда жазармын сосын. Кеше сойып жазылмадым күнделігімді. Осымен осы жерден видеомды аяқтайын, достар. Бізге тіркелмегендеріңіз болса тіркеліңіздер. Видеоларымыз қызық болса лайкты аямай басыңыздар. Фатиха мен Кәусар күтетін болады сіздерді. Пока-пока.